Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді дайындалатын, пеште пісетін керемет пирожкидің рецептін ұсынғалы отырмын. Яғни бұл рецептпен дайындап жүргеніме қазір 3 жылдай уақыт болды. Басқа рецепті қолданбаймын. Сіздерге де осындайды дайындап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және де менің Instagram каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жоғарыға жазып қойдым, сіздерге ұнады. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Алдын ала дайындап қойдым, ысытып. Одан соң суымызды құямыз. Қанжылым су болса да болады, салқын су болса да болады. Және оған 2 қасық шекерімізді және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін құрғақ ашытқымызды саламыз. Қазіргі уақытта құрғақ ашытқыларды көтеріп, жылы жерге қойып міндетті емес, бірден ұнды салып, қамыр илей беруге болады. Одан соң сұйық майымызды қойып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп салмаңыздар. Осы описанияда көрсетілген мөлшерде салсаңыздар болады. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Жылы жерге қойып, 1,5 сағатқа бетін жауып қоямыз. Мен салмасына картошка салдым, тұз, бұрыш қосып, өздерінің қалауларыңыз бойынша. Біздің қамырымыз көтерілді, енді оны жаямыз. Жұқалау 5-7 мм-дей жайсаңыздар болады. Өйткені ол піскен кезде тағы да көтеріледі. Сол кезде наны қатты қалың болып кетпеуі керек. Содан соң осындай формада дөңгелектерді алып, кесіп шығамыз. Енді салмасын салып, пирожкилерімізді жасаймыз. Өзіңіздің қалауларыңыз бойынша үлкен, кіші қылып жасауларыңызға болады. Менде орташа көлемде шықты. Пирожкилерді міндетті түрде бір жұмыртқаны шайқап, үстіне жағып шығамыз. Сол кезде пирожкилер әдемі түске еніп, піскен кезде қызарып, күшті болып шығады. Менде пирожкилер 30 минутта пісті. Өзіңіздің пешіңізге қарай шамамен 30-40 минут пісірсеңіз болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.